Тағы да сәлем, бізде бірінші сабақ. Қазір сіздерге алдағы 10-15 минутта аудиторияда, яғни Instagram жүргізудегі бағытты қалай анықтап аламыз, мен соны айтатын боламын. Жақсы ма? Жалпы мен өзімнің практикамда мынадай оқиғалар болды. Осыдан 2 жыл бұрын мен Instagram'да тұрақты түрде үзбей мен жүргізе бастаған кезде менде түрлі оқиғалар болды. Бірінші, мен өзімнің нақты бағытымды анықтамағандықтан. Мен кейде денсаулық туралы салам, кейде жалпы мен ойымда не бар, не салғым келеді, соны салып жүрдім. Одан кейін тек қана копирайтинг туралы сала бердім. Бірақ білесіздер ма, соңғы 1,5 жылда менде 10 000 подписчиктен көтерілмей қойды аккаунтымда. Тұрақты сондай болып тұр, өспейді. Сосын мен ойладым, неге бұндай болды? Жаңа жылдан кейін өзімнің нақты бағытымды анықтау мақсатында және копирайтинг туралы мен тек қана адамдар мені копирайтер ретінде көрмеу керек. Мені жан-жақты дамыған, мен сіздер білесіздер ғой, 21 ғасырдың томирисі деп өзімді жазып қойғам. Жан-жақты дамыған, білім алған, спорттан, отбасыдан, достарынан, команда жағынан үлгі болу үшін жалпы мен өзімнің нақты бағытымды анықтауға қажет болды. Содан кейін не істедім? Онлайн копирайтингқа жеке Instagram аштым. Ал қызықты білесіздер ме? Онлайн копирайтингқа Instagram ашқаннан кейін 1 айға жетпей, тіпті 1 айдың ішінде 6000 подписчик жиналды. Ешқандай реклама қосылмай-ақ сондай подписчик жиналды. Сонда мен түсінгенім, яғни аудитория, яғни біздің адамдарымыз, біздің қызығушы адамдарымыз бізде тек қана сол бағытты салғаннан кейін оған жиналып отырды. Ал мен жеке аккаунтта нақты бағыт болған жоқ, мен не салғым келеді, соны салдым. Одан кейін мен бағытты анықтаймыз. Жалпы қалай? Бағытты жеке аккаунтта да және кәсіптің аккаунтында да анықтаудың негізі түрлі жолдары бар. Бірінші, жеке аккаунтта қалай болады, мен соны айтайын. Жеке аккаунтта сіздерге жеке аккаунтты дамытатын болсаңыздар, онда сіздерге мен не білем деген сұрақ керек. Мен не білем? Мен жалпы осы уақытқа қандай білімдерді меңгердім? Екінші, мен адамдарға не бере алам? Иә? Одан кейін келесі, адамдар менен қандай пайда алады? Осы сұрақ, яғни қандай пайда алады, қандай проблемасын шеше аламын? Осы 3 сұрақ. Сонда мен де өзіме осы сұрақты қойдым. Мен бұрыннан бір жерден оқыған болатын осыны. Содан кейін осы сұрақты қойдым. Білетіндерім өте көп спискта шықты, 30-40 нәрсе, иә. Бірақ мен соның ішінде үнемі тұрақты түрде жазалам деген 5 түрлі бағыт шықты. Ол біріншісі менің копирайтинг шықты. Әрине ол тұрақты ғой, бірақ копирайтингті мен мүлде тұрақты түрде жиі жазбаймын. Екіншісі бизнес, яғни мен кәсіптерге талқы жасап жүрмін, адамдардың кәсібін көтеріп жүрмін, осыған байланысты екінші бағыт. Үшінші бағыт менде ол кәдімгідей томирис деген жоба болды. Бізде бұрын қыздарға арналған, жеке қыздар дамытуға арналған барлық жағынан. Сол проект бойынша, яғни қыздар оқысын деген осындай мен бір бағытымды таңдадым, қыздар оқысын. Одан кейін денсаулығым, одан кейін жеке өмірге байланысты, яғни пайдалы ақпараттар ғой, бір сөзбен айтқанда. Осылай. Бірақ мен аккаунтымды білетін болсаңыздар, 90-95% пайдалы ақпараттан тұрады. Бұл деген нені білдіреді? Адамдар сіз пайдалы ақпарат берсеңіз ғана сіздің аккаунтыңызда болады. Егер оны бермесеңіз, басқа адамдарға ол сіздің аккаунтыңызда қажет жоқ. Егер сіз осындай бағытта жүргізем десеңіз. Ал әрине бізде арзан, сондай, қалайса дешевый дейді ғой, дешевый жаңағы аккаунттар жүргізетін, түрлі видеолармен, күлкілі нәрселермен жинайтын адамдар көп, бірақ сізге айтам, сіз өзіңіз аудиторияңызды болашақта монетизацияға айналдыруды ойласаңыз, аудиторияңызды болашақта реально пайдалы ақпарат берем, мен кішкене осы жағынан танымал болғым келеді десеңіз, онда сізге бағыттарыңызды дұрыс анықтап алу керек. Яғни сіздерге қазір өздеріңізге тапсырма, өздеріңіз отырып жазып алыңыздар, мен осы уақытқа не білем, немесе нені меңгере алам, нені үйрене алам деген сияқты. Мысалға мен дұрыс тамақтануды мен өзім ұстанбаймын бір сөзбен айтқан кезде, иә, бірақ жаңағыдай керемет фастфудтарды ондай жағына жақын емеспін. Бірақ мен дұрыс тамақтану жағын көбірек зерттесеңіз, мысалға сізде да, көбірек зерттесеңіз, оқысаңыз, әрине ол туралы айтуға болады. Дәл сол сияқты сіз тәжірибе ретінде нені көрдіңіз, нені оқыдыңыз, нені үйрендіңіз, осыны жеке блогта дамытуға болады. Екінші, бизнес аккаунт. Бизнес аккаунтта бізде мынадай нәрсе болады да, мысалға жеке бизнес аккаунтты мен айттым ғой, тек онлайн копирайтинг емес, оның ішінде маркетингке байланысты құралдарды біз қостық. Енді бізде қандай сұрақтарға жауап таптық, яғни біз бағытты анықтаған кезде. Бірінші, сіздің аудиторияңыз кім? Сіздің мамалар дейді ғой, менен алуы мүмкін адамдар. Кімдер олар? Оларға не қажет?
және точка А, точка Б деген бар, яғни ол сізге дейін, сізге келгеннен кейін қандай болып келді, қандай проблемасымен, яғни сіздің инстаграмыңызға, ол инстаграмның қандай пайда алды. Вот, біз осы нәрселерді жазған кезде бізге тұрақты түрде отзывтар салу керек екенін түсіндік. Тұрақты түрде жаңағыдай копирайтингқа байланысты посттар жазу керектігін түсіндік. Тұрақты түрде маркетинг құралдарын жазу керектігін түсіндік. Яғни біз бағытымызды осылай анықтап аламыз. Әрине, ол контент план құру, ол өз алдына, бірақ сіз өзіңіздің бағытыңызды анықтап алмай, сізге ешқандай контент план құрылмайды. Және де мен өзімнің қазіргі тұрақты жасайтын нәрсем, ол бір айда кемінде жаңағыдай 15-17 пост салып отыру, яғни через день осылай пост салып отыру. Ол жерде де мысалға сіздің қай посттарды жиі салу керек, қай посттарды көбірек салу керек деген сияқты ондай фишкалар бар. Әрине, бірақ ол туралы біз алдағы уақытта үлкен болатын 5 күндік курста толық айтатын боламыз. Жалпы бүгін бірінші сабақ бағытты анықтау. Сіздердің де уақыттарыңыз аз кетті, менің де сіздерге беретін ақпаратым осы. Бұл енді әрине қазбалай берсеңіздер, бұл үлкен шыға береді. Бірақ негізгі сіздерге бүгінгі тапсырма осындай қарапайым нәрселерді сақтаңыздар. Жақсы ма? Себебі маған жазатын жеке аккаунтта, бизнес аккаунтта адамдар мен не жазам, не істесем болады деген сияқты проблемамен шығады. Сондықтан егер сіздер аудиторияны анықтап алсаңыздар, ертеңгі күні, одан кейінгі болатын сабақтарда сіздерге тапсырманы орындау оңай болады. Сау болыңыздар.